Сәлеметсіздер ме? Менің білім беру жобам білім сапасын арттырудағы тиімді АКТ құралдарын пайдалану. Бұл дегеніміз қазіргі заманда біздің білім бөліміне берілетін талаптарға өте көп болғандықтан әртүрлі программаларды пайдаланып тиімді сабақ құрастыру. Бұл программаларға бізде екі программа жазады. Оның біреуі Quizzes, ол бізде Google арқылы кіреді және тест құрастыруға болады. Мысалы, мынандай терезелер шығады. Бұл терезелер арқылы балаларға әртүрлі тесттер құрастырамыз. Оның тиімді жағы балалар жеке орындайды және топпен орындайды. Екінші амал ол бізде Learning Apps программасы арқылы орындалады. Онда бізде әртүрлі ойындар құрастыруға болады. Мысалы, мынандай терезелер шыққаннан кейін біз әртүрлі программаларда ойындарды алып, оларды құрастырамыз. Мысалы, бұл берілген бізде мозаика. Мозаика ол бізде 5-ші сыныпқа, немесе жұптастыру. Бұл бізде әртүрлі есептерді шығарып, мәндері бірдейді табу. Ат жарыс, мысалы, 6-ші сыныпқа алуға болады. Бұл программаның жағымды жағы ол балаларды әртүрлі 8-ден астам есеп шығартуға болады. Және әлсіз жағы ол әртүрлі уақытта телефонның болуы. Назарларыңызға рахмет.